Елімізде орын алып жатқан төтенше жағдай бір қатар кәсіпорындар мен кәсіпкерлерге де оңай тимегені анық. Осы тұрғыда Атамекен ұлттық кәсіпкерлер палатасы отандық кәсіпкерлерді төтенше жағдай кезінде бизнестің сақталу мәселелерін шешуге мүмкіндік беретін бастамалар менен ұсыныстарды бірлесіп қолға алуды ұсынып отыр. Осы ретте біз облыстық кәсіпкерлер палатасының бөлім басшысы Жасұлан Серіковпен әңгіме сұхбат құрбақпыз. Құрметті көрермен, мейманға қояр сауалдарыңыз болса, төменде көрсетілген телефон нөмірге хабарлассаңыздар болады. Жасұлан мырза, студия төріне қош келдіңіз. Енді алғашқы сауал, дәл қазіргі төтенше жағдай кезінде жергілікті кәсіпкерлердің жағдайы қалай болып жатыр? Осы тұрғыдан бөліп алсақ, алғашқы сауал осындай. Енді бұл проблема десек болады, тек біздің облыс төңірегінде емес, республикада дүниежүзі әлем бойынша барлық кәсіпкерлерді бұл проблема тиді деп айта аламыз, 100%. Оның ішіндегі кіші кәсіпорын болсын, ірі кәсіпорын болсын, орташасы барлығы осы ахуалдың кесірінен зиян көріп отыр. Сондықтан ұлттық кәсіпкерлер палатасының жанынан республикада штаб құрылған, 14-32 колл орталық жұмыс істеп тұр. Сонда қандай проблемалар барлығын біз жинақтап республикалық штабқа беріп отырамыз. Мүмкіндігінше ақпаратты сол сәтте шешуге тырысамыз, болмаса тиісті органдарға хабарлап отырамыз. Өйткені көптеген мәселелер бар, ары қарай қазір айта отырамыз. Сондықтан біз бөлім басшылар және директордың орынбасарлы директорлардың барлығы біз жұмыстамыз, 24 сағат телефонмен байланыстамыз. Бізге кәсіпкерлер осы карантин басталғалы бері күндіз-түні мәселелер болса хабарласып, тіпті кейде шетелден де хабарласқан біздің жергілікті кәсіпкерлер бар, Ресейна жақтағы деген сияқты. Сол бір мезетте біз жауабын беріп отырдық сұрақтарға. Дәл қазіргі осы ахуалды пайдаланып, отандық адал кәсіпкерлердің былайша айтқан кезде беделі мен саясатынан нұсқан келетін келеңсіз жайттарда орын алып жатыр дейді. Осы ақпарат бойынша қандай жағдайлар жалпы осы? Енді кәсіпкер деп айтатын адамымыз ол халыққа қызмет көрсетіп, соның арқасында пайда табатын өзі сондай азаматтар. Және біз шатастырмауымыз керек. Кәсіпкер деген азамат бар. Болмаса кәсіпкерді жамылып, және орысша айтқанда спекулянт дейміз ғой. Мысалға 1000 теңгенің затын алып 2000-ға сатса, мен ойымша ол тура бір кәсіпкер деп айту қиындау. Ол керісінше осы қиын уақытты пайдаланып, аз уақытта абыройсыздыққа барып, сосын пайда тапқысы келетін азаматтар болуы мүмкін. Бірақ біздің өңірде Құдайға шүкір ондай жағдайлар тіркелген жоқ. Барлығы тауар өндірушілер болсын, алып келіп зат сатушылар болсын, сол баяғы бағамен қазір сатып жатыр. Мысалға өзінің әр заттың тиісінше қосатын үстемесі бар, соны қосып сатуда. Мен ойымша біздің облыстағы кәсіпкерлерде әлі ондай тіркелген жоқ, және болмайды деп ойлаймыз. Өйткені күнделікті облыс әкімдігі және кәсіпкерлер палатасы 19 әлеуметтік маңызы бар азық-түлік тауарларын біз бақылап отырмыз, бағаларын өспеуін, өскен жағдайда не үшін өсті, соны да сұрап отырмыз. Егер де негізсіз өссе, құзырлы органдар бар, монополияға қарсы агенттігі деген бар. Солар барлығы өзінің заң жүзінде жағдайды қарайтын болады. Егер қаншалықты өсірген бағасы қаншалықты заңды немесе заңсыз деген сияқты. Мысалға маған 10 теңгеден келіп 12 теңге сатсам, мүмкін ол әділ болады. 10 теңгеден алып оны бір аптадан кейін 30 теңге сатсам, ол әділетсіз. Яғни бұл жерде әділетсіздік не ол. Сосын бір нәрсе айта кететін жайт, құзырлы органдар кәсіпкерлер қай жерден қате жібереді екен, кәсіпкерлер қай жерден қазір осы штаб қылатын, оларға штаб салатындай мүмкіндік болады екен деген сияқты органдар осындай ниеттен гөрі кәсіпкерлерге қазір баға өсіп кетпес үшін қандай қолдау керек, қандай бізге осы жерде көмектесе аламыз деген сияқты құқық қорғау органдары бар. Мен ойымша бірге жұмыла жеңуге тырысу керек. Президенттің өзі айтты, құқық қорғау органдарының өзі қазір сыбайлас жемқорлық болсын, қандай мәселе болсын, олар сол қазір қылмысты болып, одан кейін ғана ұстау емес, оны алдын алуға жұмыс істеу керек деп айтты, президент өзі тапсырды. Сондықтан мен де сол айтарым сол құқық қорғау органдарына, кәсіпкерлер қазір бір бағаны қателесіп қойса екен, бір жерден қазір зат қоймаса екен, сол жерде біз штраф саламыз, болмаса жауапқа тартамыз деген егер де сондай ой болса, мен ойымша дұрыс емес. Сондықтан қазір президент айтқандай қолдайтын кезең келді. Осы жерде біздің бірлігіміз және қалай жұмыс істейтініміз көрінеді осы уақытта. Түсінікті. Енді Жәке, қазіргі ахуалға байланысты кәсібін дөңгелетіп отырған жандар бар. Сол жандардың кәсібі тоқтап қалып отыр осы қазіргі ахуалға байланысты. Сондай жандарға қандай көмектер көрсетіліп жатыр? Егер де осы карантин уақытында кризис дейміз ғой, енді бүкіл әлемде болып жатқан кризис, егер де осы жағдайға байланысты кәсібі тоқтап қалған азаматтар болса, ұлттық кәсіпкерлер палатасының жанынан құрылған сыртқы сауда палатасы деген бар. Форс-мажор куәлігін алуға, тегін алуға мүмкіндігі бар. Мысалға айтайық,
мысалға бір техниканы шетелден алуға тапсырыс бердіңіз, сол тапсырыспен бір келесі аптада бір тапсырысты орындау керек Қызылордада. Осы қазір мәселеге байланысты, шекараға байланысты қиындықтар болды. Содан байланысты дәлелдейтін құжаттарын берсе, сыртқы сауда палатасы форс-мажор куәлігін беріп, кез келген сот орындар немесе құзырлы орган қарап, оның күшіне сәйкес келмейтін нәрсені атқара алмағандығы жөнінде түсініп, ешқандай штраф немесе оны жозықсыз ретінде тану ретінде болмайды. Тағы да мысалға бізде күнделікті әртүрлі хабарламалар түседі. Сол карантин басталғаннан бастап бізде шекараларда мәселелер болды. Бізге күндіз-түні кәсіпкерлер звондады, Қызылордадан тасымалдаушылар звондады. Шекара тұрып қалған мәселелер болды. Сол уақытта біз бірден республикалық құзырлы органдарға шықтық және сыртқы сауда палатасына шықтық. Сол кезде шекара қызметі ұлттық қауіпсіздік комитетіне қарасты шекараларды сол күні кешке дейін ашты. Біздің көліктер өтіп, азық-түліктерді алып келіп, соны қазір қайтадан жүк тасымалдау қалпына келтірілді. Әлі де кейде түсінбеушіліктер болып қалады. Мысалға, жаңа ғана түске дейін бізге бір жеке кәсіпкер хабарласты. 2 КАМАЗы Шығыс Қазақстан, Батыс Қазақстан облысынан тоқтап тұр деп айтты. Біз сол шекара қызметіне хабарластық. Сосын жоқ, тоқтап тұр, өте берсе болады деп, Сырым бекетіне өтсе болады, ашық тұр деп хабарлады. Біз оларға хабарладық. Сосын олар Сырым бекетіне қазір бағыт алып кетіп жатыр. Қазір бір сағаттан тағы хабарласамыз, өтті ме шекара, Ресей шекарасын, соны бақылау. Сіздердің қадағалауда жалпы? Иә, бағалау. Жалпы осы форс-мажор куәлігін алу үшін біздің өңірімізде жалпы көп па өтімдер? Әзірге көп емес, өйткені барлығы жұмыс барысында шешіліп жатыр. Оның ішінде біздің облыстық штабтар да бар, облыс әкімдігімен бірлесіп, сол мәселелерді уақытында шешіп отырмыз. Нақты қандай құжаттар әзірлеу керек? Ол жерде мысалға өзінің ол дәл бір құжатты айту қиын, өйткені әркімде әртүрлі жағдай болады. Мысалға жүк тасымалдауға байланысты болса, сол шекарада жабылып тұрған анықтама керек болады бізге. Бізге емес, сыртқы сауда палатасына. Немесе бір тендерді орындалмай жатса, тендердің келісім шарты деген сияқты келісім шарттың ішінде бір бөлімшесі болу керек. Форс-мажор жағдайында мына жағдайлар ескерілмейді деген сияқты, соның барлығы куәландыратын құжаттардың бәрін жинау керек болады. Түсінікті, осының барлығы зерделеніп, зерттеліп, қанша уақытта жалпы осы форс-мажор куәлігі табысталады? Бұрын 14-15-20 күнінде берілетін, қазір бүгінгі жағдайға байланысты ол 5 күнге қысқарылды. Егер құжаттар түгел берсе, форс-мажор куәлігін бірден кәсіпкер ала алады. Сондықтан қазір сол тікелей эфирде айтып қалайын. Егер де сіздің кесіріңізден емес, осы жағдайға кесірінен бір проблема болған жағдай болса, әрі қарай сізге кредит төлеу керек, немесе басқа да тендердің уақыты шектеліп баратыр деген кезде форс-мажор куәлігін алып, әрі қарай ол сізді осы жағдайға байланысты алып шығуға тікелей көмек етеді деп айтамын. Егер сұрақтар болса, бізге де хабарлассын, біз барлық байланыстырамыз. Сыртқы сауда палатасының олар Нұр-Сұлтан қаласында орналасқан. Мысалға, тағы да басқа проблемалар көп, соның ішінде ең ірісін айтып кетейін. Мысалға, қазір доллардың да тек қана карантиннен доллардың да бағаны өте қатты өсіп кетті. Мысалға, жеке тұлғаларға болса, долларды алып сатып алу арасы 6 теңге болса, ал заңды тұлғаларға, кәсіпкерлерге бұл өте ауыр. Арасы 20-30 теңге кетіп қалады. Біздің күрішшілерді білесіздер, күріштің сатқан кезде шетелге доллармен келеді. Біз теңгеге айырбастаған кезде әр доллардан 30 теңге, 40 теңге ақша ұтылады біздің кәсіпкерлер. Сонда жай ғана ешқандай еңбек етпей банк, осы ортадағы банк мүмкін осындай пайдаға кеңеліп, бірақ кәсіпкерлер үлкен бір пайдасының бір бөлігіне зиян тиіп отыр. Әрине бұл әрі қарай күріштің бағасының өсуіне әрі қарай өзінің кері әсерін тигізуі мүмкін. Сондықтан осындай зияндар мен ойымша көбейе берсе, біздің азық-түліктің қымбаттауына да әкеп соғады. Мысалға, біздің күріш компаниялары, біздің республикада мақтанамыз, біз 97% күріш Қызылорда облысында өндіріледі. Бірақ өкінішке орай бүкіл техникалар біз шетелден аламыз. Трактор болсын, комбайн болсын, мысалы John Deere комбайнысы 100 миллион теңге тұрады. Бүгінгі доллардың бағанымен ол 200 миллион теңге шамасына жақындап қалды. Сонда 50 миллион теңге бір комбайнға қымбаттады. Сонда қарасақ, ол әрі қарай біздің өнімге кейін кері әсер етеді деген біздің болжап отырмыз. Сондықтан осындай жақсы емес жағдайлар бар. Осы болжамымызды біз қазір ұлттық кәсіпкерлер палатасына, республикалық орталық штабқа ұсындық. Ұлттық банкке де ұсыныс ретінде айттық. Осы доллар бағамын егер қазір дұрыстамасақ, әрі қарай бізге
ары қарай көптеген зияны да тиюі мүмкін деген болжам айттық. Çünkü осы банктер тұрғысында жақсы әңгіме болып жатыр жеке. Отандық банктерде төтенше жағдай кезінде кәсіпкерлерге біршама қолдау білдіреміз, көмек көрсетеміз деген сыңай танытып отыр. Ол негізінен қандай банктер және қандай нақты кәсіпкерлерге көмектер ұсынылады банктер тарапынан? Мемлекет басшысының тапсырмасына сәйкес осы екінші деңгейлі банктер дейміз, микроқаржылық ұйымдар дейміз, барлығы 3 ай мерзімге, егер де бизнес осы карантиннің кесірінен немесе доллардың бағамының кесірінен зиян шеккен болса, ол кезде екінші деңгейлі банктер және микроқаржылық ұйымдар 3 айға дейін, 90 күнге дейін төлемдерді 3 айға шегеруге сондай тапсырма берілген болатын тұғын. Бірақ бір нәрсе ескеріп айта кетейін, кейбір кәсіптер бар, мысалға айтайық, білмеймін, мысалға мен азық түлік сатсам, мен азық түлігім бүгін өтіп жатыр, ешқандай проблема жоқ, сондықтан оларға ол қатысы жоқ. Сондықтан мысалға айтайық, аптеканың оның бүгін кризис бар ма жоқ па, саудасы жүріп жатыр, олар кредитін төлей беруге керек. Яғни кәсібі жүріп тұрғандарға қатысы тұрғанда бұл қатысы жоқ. Тек қана осы кризистің кесірінен бізде зиянын көрген кәсіпорындар болса, кәсіпкерлер болса, олар осындай жеңілдікке үміттене алады. Бірақ енді өзім азамат ретінде айта кетейін, республиканың азаматы ретінде бұндай жеңілдіктерге егер шамасы келіп тұрса, бармаған жақсы. Өйткені сіз 3 ай кешіксеңіз, төлемесеңіз, сізге 3 айдық жиналып, ертең ауыр болып тиюі мүмкін. Сондықтан, егер де мүмкіндік болса, екінші деңгейлік банктың алдында немесе микроқаржылық ұйымның алдында несиесін төлей берген жөн. Ол 3 айға төлемейді, мүлдем төлемейтін шегеріп тастайды деген сөз емес. Ол бәрібір ертең сізге уақытша жылжыту. Сондықтан сізге қайсы тиімді, соны ақылға салып, саралап, соны мен ойымша шешім қабылдау керек. Мысалы, әрқайсымызда қазір мүмкін несиелер бар. Менің кәсіпкер інім бар, оғанда айттым, сен шаман болса, төлей берді, ол түсінді де төлей беремін деп шешті. Қазір шайлық қиындығы бар, өйткені саудасы тоқтап қалды да, қазір арендасын төлей алмай отыр. Яғни 3 айдан кейін, 90 күннен кейін қайтадан төлем күндері басталған сәтте, осы 3 айдың ақшасын бірден төлеу керек пе, әлде ол сол мерзім бойынша төлейтін неге жылжи ма? Осы мәселені біз зерттедік. Бізде қаржы ұйымдары өте көп, банктер көп. Әрқайсының жауаптары әртүрлі болды. Әрқайсысы жеке дара бәрін қараймыз деді. Ол бәріне жаппай бір ереже жоқ. Мысалы, банктер 3 айға шегеруі мүмкін. Микроқаржылық ұйымдар шегермеуі мүмкін, қосып төлеуі мүмкін. Бізде Казагрофинанс деген бар, лизингке берген мекемелер бар. Олар мүмкін, олардың несиелері ай сайын емес, мүмкін жарты жыл сайын немесе 3 ай сайын болуы мүмкін. Ол кезде, яғни, осы 3 айдың ішінде олар төлемейді. Одан кейінгі мүмкін жазда немесе күзде сұрау келеді, ол кезде бәрібір төлеуге мәжбүр болады. Сондықтан осындай мәселе болса, бізге егер де қаржы ұйымыдан жауап ала алмаса, бүгін карантинге байланысты барлық үйіне жұмыс істеп жатыр ғой, қашықтықтан жұмыс істеп жатыр. Егер де байланыс құралмаса, бізге шығып, біз арқылы байланыс орнатса болады. Дәл қазіргі осы ахуалға байланысты қандай нақты осындай кәсіп түрлері бізде тоқтап тұр? Енді жаңа айтып өттік, аптекалардың, жалпы дәріханалардың бұл саудасы жүріп жатыр Қазақстанда, кәсібі жүріп жатыр. Онан қалды азық түлік. Ол жүріп жатыр, оған тоқтау жоқ. Қандай кәсіптер нақты айта кете аласыз ба? Өңірімізде. Енді біз күнделікті осыны жан-жақтан сұрап жатырмыз. Фейсбуктан, Инстаграмнан, әлеуметтік желілерден WhatsApp группаларын таратып жатырмыз. Қандай проблема болса, бізге хабарлаңыздар деп. Бір айта кетерлік үлкен бір тоқтап тұрған кәсіпорын әзірге жоқ. Құдайға шүкір барлығы жақсы жұмыс істеп тұр. Керісінше сұраныс өте жоғарылады. Мысалға, біздің күріш өндірушілердің осы жыл, өткен жылғы құдайға шүкір өнім өте жақсы болды. Енді күні барлық облыс әкімдіктер Қызылордадан қазір сұрап отыр. Қазір бізге күріштің қоры керек деп, келісім шартқа отырып, бізге күріштеріңіз жіберіңіздер деп, қазір кезекке тұр тіпті басқа облыс әкімдіктері біздің Қызылорданың күріш өндірушілеріне. Бірақ бірге айта кететін жайт, мысалға біз байқағанымыз сауда орындары бар, бутиктер дейміз ғой енді, сауда орындары, жайна сауда үйі бар, киім сататындар. Қазір шетелмен қатынасы өте әлсіреп қалып, қазір келесі заттардың келуіне қазір кедергі туып жатыр деп естідім. Соған байланысты біздің сауда үйлерінің иелері ары қарай кімдік тоқтап қалса, әрқайсысын жеке қарап, мүмкіндік болса жалға беру ақысын азайтып, немесе төлемеуге деген сияқты өздері жақсы түсінушілікте жақсы келісіп шешіп жатыр мәселені. Сауда-саттық қазір киімге байланысты азайып жатыр өкінішке орай. Түсінікті. Енді осы тұста Атамекен ұлттық кәсіпкерлер палатасы жанынан арнайы штаб құрылып, колл орталық жұмыс істеп жатыр. Осы тұрғысында толыққан бағдарламасын айтып өттіңіз, тағы толыққанды айтып өтсеңіз. Ұлттық кәсіпкерлер палатасы жанынан колл орталық бұрыннан істеп тұр, және осы мезетте одан сайын
шектеусіз жұмыс істеп жатыр. Республика бойынша 14-32 номері бойынша барлық мәселелерді қабылдайды. Және барлық облыстарда біз сияқты облыстық кәсіпкерлер палатасының филиалдары өзінің бөлек телефонда арнадық. Егер де кол орталық жауап бермесе, бізде осы жергілікті жерде жауап беруге тырысуға, болмаса мәселесін жазып алып, орталыққа жеткізуге біз әрекет жасап жатырмыз. Қазір біз ұялы телефон байланысында енгізіп қойдық. Фейсбукта біздің топ бар, бизнес, Қызылордадағы бизнес деген топ бар, соның ішінде жаза салдық, және WhatsApp-тан таратудамыз. Одан бөлек Фейсбукқа және бұқаралық ақпарат құралдарына біз әр бөлім басшыларының, директорының, орынбасарларының ұялы телефон байланыстарында сөйқа шығарып қойдық. Егер мәселе болса, 24 сағат біз байланыстамыз, шықса болады. Егер де түсінбеушілік болса, мүмкіндік болса, жауабына сұрақ тапсақ бірден жауап береміз, болмаса жазып алып республикалық орталық штабқа жолдап, осындай мәселе болып тұр деп хабарлаймыз. Мысалға, жақында бір кәсіпкер хабарласты. Оның өкінішке орай осы кризис уақытында кірістер департаментінің қызметкерлері счетін жауып тастапты. Яғни салық департамент дейміз баяғы. Біз оны келіспейміз, өйткені осында карантин кезінде кәсіпкерлердің счетін жауып тастасақ, оларға салық қалай төлейді, ары қарай айлықты қалай төлейді деген сияқты. Оны ары қарай сауда байланысы бар бәрін үзіп, біз осында қиын мезетте кәсіпкерлерді таптамай емес, қайта көмектесу керекпіз. Сондықтан осы мәселені біз кеше үкіметке де және біздің ұлттық кәсіпкерлер палатасының орталығына жеткіздік. Біздің басқарма төрағасы ары қарай министрмен осыны пысықтап, ары қарай қадағалайтын боламыз деп айтты. Осындай мәселелер күнделікті туындап жатқан. Жалпы бір сөзбен айтқанда, қазіргі таңда өңіріміздегі кәсіпкерлердің хал ахуалы сіздердің жалпы бақылауда, иә? Иә. Мониторинг жасалып отыр. Мониторинг жасалуда, біз әрдайым ашықпыз. Керісінше бізге проблема болса, бізге шықса екен дейміз. Өйткені егер үндемей отырсақ, проблеманы үндемей жауып отырсақ, ары қарай ертең ол уласып үлкен зиян тиюі мүмкін. Сондықтан біз мүмкіндік болса шешіп, мүмкіндігіміз жетпесе, республикалық штабқа хабарлап отырамыз. Осындай мәселе болып жатыр. Тез арада әрекет етпесе, мүмкін оның зияны көпке созылуы мүмкін деген сияқты. Түсінікті. Жәке, жалпы енді осы студиямызға ат басын бұрып, нақты тұшымды ақпараттармен бөліскеніңізге алғыс білдіреміз. Жалпы осы атаулы атшулы індетті бірге жеңейік. Жақсы күндер көп болсын. Жұмысыңызға сәттілік тілейміз. Рахмет.